Армысыздар, Заман YouTube арнасын көрермендері. Біз Астана қаласында Ерұлан Әміровтің жоғарғы сот отырысында қаралатын ісі бойынша келіп отырмыз. Қазір сот процесінен рұқсат етсе әрине видео эфир түсіретін болам. Ал егер өкінішке орай өткендегідей тағы да видео таспаларға түсіруге тыйым салса, сот процесінен кейін міндетті түрде сот қалай болды, қалай аяқталған туралы видео үндеу жариялайтын боламыз. Арнамен бірге болыңыздар. Қандай заңға сүйеніп өтсін? Заң ең бірінші конституция. Заң жақсы, екінші ОПК. Ал содан кейін деңгейі төмен мынау қағидалар. Өкінішке орай осы жолда сот отырысына ұялы телефонмен кірмейсіңдер деп отыр. Жиналған жұрт, ағайын туыстары, белсенділер өздерінің ата заңдағы сөз бостандығы, Қазақстан Республикасының 20 бабындағы кез келген азамат ақпаратты еркін түсіріп және оны тарата алады деген құқықтарын алдыға тартып, осы мекеменің жоғарғы соттың қаулысы сонда тұтас мемлекетіміздің ата заңынан үлкен бе, неге телефонымызбен кіргізбейді деп өз құқықтарын талап етуде қазір. Жоқ, мен ғана жерге жатып, азаттық журналистерді кіргізбей жатыр. Сода журналистер кіргізбесе, заңсыздыққа барып тұр. Сондықтан сіздердің Ерұлан Әміровке бостандық. Мұнда өкінішке орай әлі де бақ өкілдерін кіргізбей тұр. Журналистерді өткізбей, жеке құжаттарын, журналистік куәлігін суретке түсіріп тексерудеміз. Қазір басшылар рұқсат етсе кіргіземіз деп. Әлі журналистер сот отырысынан шықтық. Өкінішке орай бұл жолда сот отырысында ұялы телефонмен кіргізбеді, түсірткізбеді. Судья Боранбаев сондай үкім шығарды. Сот процесі бұған дейінгі процесте Ерұлан Әміровтің қорғаушысы, анасы Шарипа, анамыз және адвокаты сотқа бірнеше аргумент келтірген. Олының жаңағы Бүркеме есімді Мария есімді әйелдің арандатушылығымен бүкіл жасалып отқан іс, үстінен қозғалып отқан қылмыстық іс және ешқандай да Ерұланның алауыздық тудыртатындай, болмаса экстремистік ұйымның мүшесі құрамында бар екені туралы және терроризмді насихаттау туралы бірде-бір ақпарат алғашқы, яғни Шымкент қаласында өткен сот процестерінде дәлел ретінде көрсетілмеген. Тек жаңағы Бүркеншік есімді орамалмен жабылған хижапта, яғни Мария деген есімнің әйелдің пікірі бойынша, сол кісінің арыз шағымы бойынша ғана қамаған болатын. Енді толық ұлын ақтау үшін, Ерұлан Әміровті ақтау үшін адвокаты көптеген ұялы телефонмен детализация, ол детализация барысында жаңағы Мариям мен Ерұланның кездесуінде ешқандай да терроризмді насихаттамаған туралы барлық детализация, яғни детализация дегеніміз ұялы телефонмен кіммен сөйлестің, соның барлық дыбыстық жазба таспаларын бәрін алып кеп көрсеткен дискімен. Осындай дәлелдер болса да жоғарғы сот бұл процесті қараудан бас тартты. Ақтамады, яғни барлықтарыңыз білесіздер, Ерұланды Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық соты 2022 жылдың 16 мамырында 7 жылға бас бостандығынан айырылған. Қазір Ерұлан Көкшетау қаласының өте ауыр қылмыспен жазаланатын азаматтардың жанында қамауда жатыр қазір Көкшетауда. Және ол қамауға түскенден кейін көптеген психикалық қысымдар болған, ұрып соққан, ең аяғында тіпті басынан алған соққылардың салдарынан Ерұлан есінен де таныған. Мысалға жалаң аяқ сот жатқан лагердің ауласына шығып кету, шатырға қарай шығу, қашуға ұмтылу, және өзінің анасы келген кезде өзінің анасын танымай қалуы, бұның барлығы оның үлкен бір соққы алғандығының
салдарынан деп айтылады. Ол туралы Ерұлан өткен жылы Алматы қаласының Талғар аудандық психиялық емханада жатып емделіп, және сол кезде қысымдар бар екенін көрсетілген. Мысалға, өзің ауырмайтын адамды ауруханаға жатқып емдемейсің ғой. Кешірерсіздер, жаңа ұялы телефонмен хабарласып сөндіруге тура келді видеоны. Қайта жалғастырсақ, жалпы Ерұланның жаңағы Көкшетаудағы абақта жатқан кезде көптеген соққылар алып, жаңа психикалық ауытқулары бар екені анықталып, оны Алматы қаласы Талғар аудандық психикалық емханаға жатқызып емдеген болатын айдан артық уақыт. Сол негіздерді де алдыға тартып, анасы құжаттар алып келді емханадан, жаңағы дәрігерлердің шешімін, және Көкшетау аудан қаласының теологтары, яғни дінтанушыларының, кімнің, Ерұланның ешқандай да діни радикалдық көзқарасы жоқ екені туралы, дұрыс бағыт екені, ешқандай да ашуға берілмегені туралы да анықтама, түсініктеме жазып алады, мінездеме жаздыртады. Оның барлығын ескерген жоқ. Білмеймін, егерде жоғарғы сот, яғни өзінің жоғарғы деген сөзге лайықты болатын болса, Ерұланды денсаулығына байланысты босатуға, тым болмаса Семей қаласындағы жаңағы ауруға шалдыққан, басқа да ем-шара қабылдау керек абақта жатқан тұтқындарды Семей қаласындағы Санчас дейді, соған жатқызады. Орада сәл жеңілдетілген болады. Не оны да шығармайды. Жалпы толық ақталу керек азаматты, тым болмаса жазасында жеңілдеткізген жоқ. Өкінішті, Астана қаласында осындай сот отырыстар болып жатыр. Мен осымен Астана қаласының жоғарғы сотының 3-ші сот процесіне қатыстым, осымен келгелі 2 жұмада. Қазақстанның әділетсіздігі дәп осы Астана қаласынан басталады. Алматыда, Таразда, Зайсан, басқа қалаларда да судьялардың әділетсіз шешімдерін көріп жүрміз ғой. Оның бастауы осы Астанада екен. Оның бастауы олардың үлгі алатын адамдары осы жоғарғы сотта екеніне мен бүгін тағы да көзім жетті. Өкінішті. Бұдан кейінгі сот сатысы ол конституциялық сот. Яғни ең жоғарғысы сол болып табылады. 5-ші саты. Бірақ бұл жерде де жоғарғы конституциялық сотты Тоқаев төрағасын өзі тағайындайды. Жалпы осындай әділетсіз сот процестерін, елдегі әділетсіздіктерді Тоқаев білмей қалды. Ол Астанада оның судьялары, оның әкімдері әділетсіздік жасап отыр деген сөзден арылуымыз керек. Барлығын Тоқаев жақсы біледі. Бұл Тоқаевтың жүйесі, бұл Тоқаев басқарып отқан уақыттағы әділетсіздіктер. Сол үшін ешқандай да бір ақтау болмау керек. Барлығын біліп, қасақана репрессивті осындай саясат жүргізіп отыр. Сол, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Заман YouTube арнасына тіркеліп, пікір жазып, лүпіл басып, арнаның дамуын қолдап отырыңыздар ағайын. Бар болайық.